Тақырыптың бірі қызылша неге көбейіп кетті деген сұраққа жауап алғымыз келеді. Елімізде расымен қызылшаға шалдыққан балалардың саны артуда ма? Өкінішке орай, расымен де қазір инфекциялық аурулардың көбісі жиі таралып келеді. Оның бірден бір себебі көбінесе бұл инфекциялар сырттан келіп жатады. Мысалы, 2017-18 жылы бізде де осындай індет болды. Қызылша көптеп таралды. Ол кезде көбінесе Украина елінен әкелінген еді. Бірақ ол халықтың арасында, әсіресе 7 жастағы балалардың арасында тарауының бірден бір себебі балалардың өз кезегінде қажетті екпесін алмауы себебі. Қызылшаға қарсы. Қызылшаға қарсы. Қазір өкінішке орай жалпы халықтың түсінігінде осы вакцинаның әсерінен көптеген неврологиялық аурулар, аутизм немесе дамуының артта қалу туралы енді пікірлер тарап жүр. Енді бұл өз алдына жеке мәселе.